Шай ішеді. 11:30-да шай ішеді, обед сендер 11-де ішіп аласыңдар да? Иә. Жоқ, бәріміз бірге. Бәріңіз бірге 11-де завтрак дейтін үйде атымен жоқ та шеш. А? Обед Иә, ужинды 5-тің шайында ішіп беретін шығарсыңдар. Ужинды 5-те ішеміз, иә. Жақсы екен, режимдерің тұра беріңіз осы жерде үшеуің. Таңертең, ерте. Таңертең ерте 9:30-да тұрамын. Сәл жата тұрмадың ба? Обед болады ғой бұйырса. Балдар тыныш болса жата берем. Сосын нешеде шай ішеміз? Шай деген обедте ішеміз 12-де. 12-де, 11-де біреудің үйінде обед бар, сол үйге барып ішсеңдер болады. Сосын Қайттан ұйықтаймыз. құрсын апа кел, бірдеңе қыл өзің. Келін болып ата-енемен тұрғаныма 30 жыл болады бұйырса. 30 жыл бойына өзім қолымда тұр. 6:30-да тұрам енді. Сосын ата-енеме шай берем, тамақ берем. Сосын жұмысқа кетем.